жалпы өзіңіз саясатқа келгіңіз келмей Әрине, егер болғың келмесе, келгің келмесе, халқым үшін аянбай жұмыс атқаруға, істеуге дайын болмасам, онда қадам баспар едім. неге саясатқа беттіңіз? Әншіліктен шаршадыңыз ба? Шаршадым деп айта алмаймын, дегенменен енді өзімнің жүрегімнің қалауы. Не үшін керек өнер адамға саясат? Не үшін керек? Енді өнер адам болсын, спортта болсын, кез келген салада болсын, адамның өз қалауы деп ойлаймын. Бір минут, анау осылай сайлауға түсіріп жатқан жоқ па жалпы? Жоқ, ол менің өзімнің таңдауым. мен сұрайын дегенім, кешірім сұраймын. Мынау алдыңғы мәжіліске қатысты құрылтайда әншілер болмасын, блогерлер болмасын, нақты осы саясатта жүрген азаматтар болсын деген пікір айтып жатыр. Оған сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен өзімді блогер қатарына қоса алмайды. Әншілер болмасын, әртістер болмасын деп айтып жатыр. Енді менің ойымша, бұл әр адамның өзінің ойы, өзінің пікірі, бірақ дегенменен әр адам өзі шешеді деп ойлаймын. Сіз өзіңізді депутат болуға лайықтымын деп есептейсіз бе? Әрине. Қалай сіз хотя бы бір заң жобасын оқыдыңыз ба, жанды оқыдыңыз ба? Қандай заңды? Ең соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы ол? Ең соңғы Не туралы бұл? Соңғы оқыған заңыңыз. негізі Не отвлекайте, мы интервью берем. Девушка, мы интервью берем. негізі ар жақта Ең оқыған соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? мен шақырып жатыр еді қазір. Айтыңызшы, не туралы? Қайтып ораларым жақсы. Білмейсіз ба? Бірде бір заңды оқыған жоқсыз ба? Барлық заңды оқыдым, дегенменен дәл қазір срочно жетпесе қазір. Қандай заң? Қандай? Атауын атасаңыз бұл заңды. Бірде бір заңды оқыған жоқсыз ба? Қайырлы таң қазақ елі. Кешеден бері әлеуметтік желіде, қоғамда Ашаматай мен Тамара Зараның құрылтайға үміткер ретінде тіркелуі қызу талқыланып жатыр. Олардан олар кімсін жатқан жоқ. Бірақ Ақназаровтың өзінің парламент депутаты болып, аузынан авария болып сөйлеген сөзінен кейін қоғам заң шығаратын органда әншілердің, блогерлердің, спортсмендердің болуына қарсы ойын жеткізген сияқты еді. Десе де басқаларға бұл жетпеген сияқты. Ашаматайдың бұл менің өзім қалауым деген, жүрегімнің қалауы. өзінің қалауым деген бағдарламасымен шатастырып деп ойлайсың. Заң шығаратын орган бұл біреудің өзінің қалауымен баратын жер емес. Бұл халықтың қалауымен баратын жер, және халықтың мүддесі үшін терілеп, шыңғырып, шырылдап, қырылысатын жері. Содан кейін Ашаматайдың мен заңның бәрін оқып шықтым дегеніне таң қалдым. Осы кейбір әншілер, соның ішінде тағы бір блогер бар. Блогер болып заңгерлерге тиісетін екі заң берді деп. Қалайша сіздер заңдарды қай кезде оқып шығып жатырсыздар? Мен күнделікті заңмен 26 жыл бойы жұмыс жасап келемін. Қай заңның кемшісін, қай заңның дұрысын не деймін білемін. Бірақ соның өзінде 26 жылымда осы заң жүйесінде жүргеніме қарамастан барлық заңды оқып шықпаппын. Оған мүмкіндік жоқ. Сондықтан Ашаматайдың ертең заң шығаратын орынға заңның бәрін оқып шықтым деп бара жатқанына куәсі болу үшін жекпе-жек депутатқа шақырғым келеді. Яғни қазақтың болашағын айқындайтын құрылтайдың депутаты мен жай қарапайым заңгердің арасындағы сұхбатты көргілеріңіз келе ма? Иә десеңіздер, қолдап пікір білдіріңіздер, және тіркеліп кетіңіздер. Машапай. Мен бұдан кейін осыған қатысты біраз посттар салатын боламын. Тамара ханым, және сізді депутаттыққа үміткер кандидаттар тізімінен көп қалдық. Депутаттыққа барасыз ба, сонда қандай мәселелер көтергіңіз келеді? Депутаттыққа баратынымды, бармайтынымды оны партия шешеді. Партияның сайлау кезіндегі белсенділігі шешеді. Ал менің қозғайтын мәселелерім өзіне белгілі. Бұл менің 21 жастан бері өзімнің жеке басыма байланысты мәселелермен, ол мәселелер басқа да елдің құлағында, жүрегінде бар. Атап айтқанда, дене мүшесін жоғалтқан жандармен протездеу, ортопедиялық сұрақтар, оның барлығы
бермейсің. Сондықтан сол мәселені толық қамти аламын деп ойлаймын. Алматы қалалық филиалымен бірлесе атқарған жұмысымыз себеп болды. Не туралы болды? Соңғы оқығандан. Негізі Не отвлекайте, мы интервью берем. Девушка, можно голосование? негізі ар жақта Соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? мен шақырып жатыр еді қазір Айтыңызшы, не тезірек туралы? барып келейін, содан кейін қайтып ораларым жақсы. Білмейсіз ба? Бірден бір заңды оқыған жоқсыз ба? Барлық заңды оқыдым дегенменен дәл қазір срочно шығып келсем, қазір Қандай қайтып заң? оралып келе жатырмын. Извините, выступать надо, выступать нужно. Рахмет сұрағына. Біріншіден мен бірінші сөз отырғаннан кейін міндетті түрде ниетті болуы керек. Жай ғана кетемін деп айтқан жоқпын. Ғана шешімді қабылдап, жүрегіммен шешіп келдім. Мен жарым ғасыр өмір сүріп келе жатырмын. Сол жарым ғасырдың 43 жылын мен білімге арнадым. Тек қана өнердің білім емес, өмірдің білімі де, және интеллектуалды білімге де, философияға дамыған екен. Шетелдерде басқа елдердің көбінен мен білім алдым. Сол алған білімді халыққа қайта қайтаруым керек. Мен қалай оқыдым? Мен мемлекеттің және халықтың қаражатына оқыдым. Сондықтан ол қаражатқа оқылған білімді кері қарай қайтару менің мойнымдағы міндетім. Ал қандай уәде беремін? Уәдені біздің партия береді. Партияның барлық ұстанымын бірге жұмыс жасайды. Сол ұстаныммен негізгі менің қосай алатыным бір ғана мәселе. Ол сау адамның санасына кіріп шықпайтын, ешкім ол жайында ойламайтын осы тұрған сүре бар. Ол қандай сүре деп сұрасаңыз, ол аяғын қолын жоғалтқан жандардың протезирование мәселесі қазіргі таңда еш жерде қозғалмайды. Әлеуметтік желілерде көре алмайсыз ол жайында, сіз телевидениеде ол жайында сұрақтарға жауап бере алмайсыз, оған жауап беретін жандардың әл-ауқаты мүлдем төмен. Себебі олар білім ала алмады, қолдың аяқтың жоқтығынан. Сондықтан мен осы саланың және осы ақаулықтың бір мүшесі ретінде мен соған жауап бере аламын.